Мемлекеттік қызметте патриот болу міндетті ме? Бірақ та ура патриоттық қажет жоқ деп ойлаймын. Кәсіби мамандардың жоғалуына, бұл салаға жоламауына. Табиғат саласына дағы мамандықтардың әлі күнге шейін жаңағындай несі жоқ, беделі жоқ. Бөгеті бұзылса 230 мыңнан аса халыққа қауіп төндіреді деп. Негізгі қауіп төндіретін су қоймалары бұл жаңа Қазсушар тура ауылдың үстінде тұрған су қоймалары бар. Өндірістен келіп жатқан зиян бар ма? Енді өндіріс зиянсыз болмайды. Қазфосфат десе енді бәрі үрке қарап, кемшілігін көргісі келмейді, бірақ енді тау болып үйіп жатқан компанияның қалдықтары бар. Орынды сұрақ енді бүгінгі шешім болмайды, шынымды айтсам. Дәл қазіргі сәтте ол кісілер айтып отыр, апатты жағдайда кәдімгідей. Ол астына сіңіп жердің қабаттарына сіңіп толып тұр дейді. Сіңіп бүгінгі сіңбейді уже қалған сулар. Өйткені астының бәрі сабын жылтырап теліп қалған. Оның бәрі бүгінгі өкінішке орай жүрмей жатыр.